Assalamu alaikum достар, менің артама қош келдіңіздер. Бүгін біз сәбіз қосылған пирог жасаймыз. Еріндемді ерекше пирог. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ал бастаймыз. Бізге керек жұмыртқа, қант, сұйық май, грек жаңғағы, ұн және қопсытқыш пен сәбіз. Толық рецепттің видеоның астына описаниеда қалдыратын боламын. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз ағарғанша, екі есе ұлғайғанша араласу қажет. Осындай массамыз осындай ағарып ұлғаяды екі есе. Осы массамыздың үстіне ендігі сұйық май құямыз. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Венчикпен астына үстіне жайлап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне ұн мен қопсытқышымызды салып, міндетті түрде сүттіден өткіземіз. Ұнымызды екіге бөліп саламыз. Астына үстіне жақсылап араластырамыз ұнымызды. Келесі бөлігін саламыз ұнымыздың. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін ұсақ үткіштен өткізілген сәбізімізді екі бөліп саламыз. Жақсылап астығы үстігін араластырамыз. Енді келесі екінші бөлік сәбізімізді және де грек жаңғағымызды саламыз. Барлығын бір келкі масса қылып араластырып шығамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Массамыз дайын. Ендігі бұл пирогты мен 24 диаметрлі формада дайындайтын боламын. Мен астына фольгамен жақсылап орадым. Жан-жағына шығып кетпейтіндей қатты етіп орасаңыз жақсы болады. Ендігі үстіне осы массамызды салып толығымен 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін шпажкамен тексеріп аламыз. Ендігі осы формамызды бір-екі рет сіркіліп жібереміз. Піскен кезде томпайып беті шығып кетпес үшін. Біздің пирогымыз дайын. Суытып формадан шығарғаннан кейін мен үстіне қалауымша карамель салдым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша шоколад салу болады. Қаласаңыз ештеме салмасаңыз да солай да дәмдірек. Өзі жұмсақ, өзі сондай нәзік дәмді ерекше болады. Мен осылай карамельмен үстінен жүргізіп шықтым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше, айтады ғой, сочный. Кесілгенде де жып-жұмсақ кесіледі. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көңіліңізден шығып ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Баршаңызға рахмет.